психологиялық шындық. Әр адамның мінезі, ішкі мінезі, қара мінезі, сыртқы мінезі, табиғи қасиеті тіпті ұқсамайды. Бір адам, егіз туған адам ұқсамайды. Міне мен 73-ге келгенде көргенде қазір бір ұл бір қызым бар, 2,5-да. Қызым маған тартқан. Бәйсейітім ұлым тіпті бөлек. Сонда бұл психологиялық шындық. Бұны зерттемесем, мен адам танымасам, мен ол актер арқылы, актер бәріміз жабылып, драматургты танымасақ, өмірді танымасақ, халыққа ештеңе айта алмаймыз. Так, енді екінші әлеуметтік шындық. То есть, ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді. Қандай ортада өсті? Дүниеге қай көзбен қарайды? Мировоззрение дейді мұны. Дүниеге көз қараста тұр. Біреу епшіл, біреу көпшіл. Неге епшіл? Оның әке-шешесі епшіл болып өскен. Туған күнін тойлаған болып, сый құрмет алуда, сыйлық алуда өскен, соны көрген ол. Әкесі өтірікші болса, бала да өтірікші болады. Қыз өтірікші болса, анасы өтірікші болса, қыз да өтірікші болады. То есть, ұяда не көрсең, ұшқанда сонасың, бұл әлеуметтік шындық. Енді үшінші, көркемдік шындық. То есть, театральный правда дейміз. Я болса драматургияда әдебиеттік шындық. Көркем шындыққа көтеру керек. Міне енді осы үш шындықты түгел ашса, режиссер сахнаға спектакльді қоюшы, авторменен, декоратор художникпенен, актерменен, композиторменен, балетмейстерменен, қысқа спектакльге қатысатұғын барлық саңлақтардың барлығының бәрі бір тілге келтірсе, бір ойда қабысса, жаныменен табысса, міне, сонда спектакль туады.